Перизат. Енді біздің 5-ші сұрағымыз ол Аселге. Енді Асел, кеше бірінші эфиріңіз өтті. Сіздің тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы не деп жатыр? Барлығы білді, иә. Үйдегілер қарсы емес, олар өздері жіберді. Бар бақытыңды тап деп. Ал таныстарым реніш болып жатыр. Аселя келді ма деп. Ешкімнен ондай ешқандай қарсылық болып жатқан жоқ. Ал біздің 2-ші сұрағымыз кешіру оңай ма, әлде ұмыту ма? Екеуі де қиын ғой. Қайсысы? 2 сұрақтың біреуі. Оңай дейсің ба, қиын дейсің ба? Оңай. Кешіру немесе ұмыту? Ұмыту оңай, чем кешіргеннен. Осылай дейді біздің Аселя ханымыз. Ал енді біздің 4-ші сұрағымыз ол Лаура ханымға. Лаура ханым, қош келдіңіз. Енді кеше алғашқы эфир өткен болатын. Сіздің тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы не, қандай ойда негізі? Негізі мен үшін ақылдасып кеңесетін 2 жан бар. Сол жандармен кеңестім, мені қолдайды, қалғаны маңызды емес. Я, енді 2-ші сұрағымыз адам өмірінде ақша сіз үшін қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Негізі ақша маңызды. Мен енді жасым 33-те ғой. Қаржылық сауаттылығы міндетті түрде болу керек. Өйткені қазіргі таңда қоғамда осы қаржы саласында ажырасу себептері осы қаржы саласында болып жатыр. Сондықтан да міндетті түрде қаржы саласына қарау керек. Осы сөзіңізге бір түйін жасағым келіп тұр да, сізге ақша ма, махаббат па? Осы екеуін қоятын болса, қайсысын таңдайсыз? Енді қараңыз, бірінші бір сұрақ, иә? Махаббат. Біздің 6-ші сұрағымыз ол Данияр мырзамызға. Данияр мырза, қош келдіңіз. Менің сізге деген қоятын сұрағым, қарым-қатынаста ең маңызды 3 нәрсе сіз үшін қандай? Қарым-қатынаста ең біріншісі сыйластық. Сосын өтірік айтпау бір-біріне. Қызғанышпен қарамау керек. Кешеде тақырыпта айттым ғой. Белгілі бір шеңберде болу керек та. Осы үшеуі болса, дұрыс болады деп ойлаймын мен. Өте жақсы сұрақ деп ойлаймын. Жауап деп ойлаймын.